Әр өлеңінде өмірдің өзі бара, тағдыр жолы бар Жұмекен жырларын жаттаушылардың саны артуда. Телеарна жариялаған Жұмекен 85 челленджін қолдаушылар күн сайын көбейіп келеді. Атырау телеарнасы мұрындық болған Жұмекен Нәжмеденовтің 85 жылдығына орайласқан хэштег Жұмекен 85 өлең эстафетасын жалғауда. Бұл білім мен ғылым саласының өкілдері де қалыс қалмады. Осы орайда жыр шашуда Атырау мемлекеттік университетінің ректоры профессор Саламат Ыдырысов іліп әкетті. Ол әрі қарай эстафетаны Нұр Отан партиясы Атырау облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлыбек Олжаевқа және Ақтөбедегі Құдайберген Жұбанов мемлекеттік университетінің ректоры Бауыржан Ерденбековке жолдады. Құрметті достар, Атырау телеарнасы жарияланған Жұмекен Нәжмеденовтің 85 жылдығына арналған Жұмекен 85 хэштегпен осы өлеңдер эстафетасын қолдай отырып, Жұмекен Нәжмеденовтің ұстаз өлеңін сіздерге арнаймын. Мұз жамылып жатпасын деп қыста мен, жылы жел боп маңдайынан сүйбең, бір қажайып құзаршынды нұсқа бең, өзіміздің Алатаудай биік ол. Сен бір үлкен өзен елдің мол суы, толқынының жалы жайтыр ай қағып, мен жас бұлақ үйретіп ем толқуды, келем әлі белгісіздеу сайдағып. Шомылып мөлдір өзенге, сергіп те қабем оянып, жауапты бір кезеңге, келіп те қаппын таянып. Ғажайып қырлар гүлденген, қызыл жасыл боялып, бояу кеппеген күндерден қуанып қалдым оялып. Болмайтын сынды тоқталсам, жетпейді ақыл қиялым. Күйдірем нені от болсам, су болсам қайда құямын. Уақыт қуып барады, асығып келем асығып. Сырыңдай мына даланың ашылып келем ашылып. Осы эстафетаны Атырау облыстық Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары Нұрлыбек Жұмахметұлы Олжаевқа және Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры Бауыржан Ерденбековке жолдаймын.